Армағайын эфирде күндізгі жаңалықтар, студияда мен Айдана Базарбайқызы. Облыс орталығында Жошы хан және Алтын Орда тарих, мұра және ұлы дала өркениеті атты халықаралық ғылыми танымдық конференция өтуде. 3 күнге жоспарланған тағылымды шара жөнінде толығырақ әріптестеріміздің бейне материалында. Ұлытау өңірі атақты Жошы хан жерленген тарихи мекен. Алтын Орда дәуіріндегі мемлекеттің негізін зерделеу мен ұлы дала өркениеті мұрасын кеңінен насихаттауды көздеген шара облыс әкімі Дастан Рысбеков пен халықаралық түркі мәдениеті және мұрасы қорының президенті Ақтоты Райымқұлованың қатысуымен өткен брифингпен бастауын алды. Мұнда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне конференцияның мақсаты мен міндеті жөнінде ақпарат берілді. Бұл жиында айтылатын ойлар мен пікірлер тарихымызды терең түсінуге, сонымен қатар өткен тарихымызды жаңаша қырынан зерделеуге және өнеріміздегі туризмді дамыту болып табылады. Іс-шара аясында 2 секция болады. Бірінші секцияда Жошы ұлысы және Алтын Орда дәуіріндегі түркі халықтарының тарихы, қазақ мемлекеттігінің бастаулары, халықаралық қатынастар мен мәдени ықпалдастық мәселелері талқыланатын болады. Екінші секцияда 13-14 ғасырдағы түркі халықтарының ортақ музыкалық дәстүрлері, эпикалық жырлар мен күй өнерінің дамуы талқыланатын болады. Аталған секция отырыстарында халықаралық деңгейдегі тарихшы ғалымдар тақырып аясында баяндамалар жасамақ. Ұлытаудағы конференцияға отандық ғалымдардан бөлек Ресей, Венгрия, Түркия, Өзбекстан мен Қырғыз елдерінен келген археологтар мен зерттеушілер қатысуда. Брифинг барысында журналистер қауымы Жошы ұлысы мен оның Қазақстанмен байланысы жөнінде бірқатар өзекті сауалдарды қойды. Спикерлер Ұлытау түбі бір түркі әлемі үшін айшықты оқиғаларға толы ортақ мекен деді. Ұлытау тек қазақ халқының ғана емес, жалпы түркі дүниесінің алтын бесігі. Және хан ордасы тігілген асыл жер деп айтуға болады. Онымен қатар Алаш баласы үшін ежелден қастерлі болған бұл мекен қазақ халқының қалыптасуы, өркендеуі және жалпы тек қана қазақ халқы емес, түркі тілдес халықтардың, түркі дүниесінің өркендеу, қалыптасу жолындағы әртүрлі оқиғаларға, ұлы оқиғаларға толы мекен. Брифинг әрі қарай секция отырыстарымен жалғасын тапты. Отандық және шетелдік тарихшы ғалымдар Жошы ханның ұлы дала өркениетіндегі орны мен Алтын Орда дәуірі кезеңіне қатысты зерттеулерімен бөлісті. Алғашқы секцияда Алтын Орда мен Жошы ұлысы кезеңіндегі мемлекеттілік пен мәдени процестер талқыланды. Ғалымдар археологиялық зерттеулер, генетикалық деректер және тарихи жазбаларға сүйене отырып, терең тарихымызға жаңа көзқарас ұсынды. Mesela Ulutau bölgesi yeni kurulmuş bir valilik. Ұлытау облысы құрылғаннан бастап өз өңірін осылай дамытуды қолға алыпты. Бұл өте маңызды. Қазақстанға Ұлытауға алғаш рет келіп тұрмын. Маған өте ұнады. Түркияда да Ұлытау деген жер бар. Аты да ұқсас. Мен археолог ретінде ол жақта да жұмыс істегенмін. Сол аймақта да осындай зерттеулер жүргізуге болады деп ойлаймын. Çok önemli, anlamlı. Жиында ортағасырлық жәдігерлерді сақтау, тарихи мәдени мұраны қайта жаңғырту және ғылыми ынтымақтастықты арттыру мәселелері де назардан тыс қалмады. 13-14 asrlarda O'rta Osiyoda aynan bo'lib o'tgan Oltin O'rda xonligining madaniy va tarixiy salohiyati xususida bugun konferensiyada bo'lib turibmiz. O'ltoy viloyatining Jeskazgan qal'asida bo'lib turayotgan ushbu konferensiya bugun madaniyatlararo o'zaro kommunikatsiyani va o'sha 13-14 asrlarda nomoddiy madaniy merosni o'rganish uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bugungi kunda aynan Oltin O'rda xonligini va aynan Markaziy Osiyo va O'rta Osiyoda uning ahamiyatini o'rganish uchun ushbu konferensiyaning asosiy maqsadi sifatida birinchi o'rinda madaniyati, uning san'ati va kulturologiyasi va hamda nomoddiy madaniy merosga qanchalik darajada ahamiyat kasb etganligini ko'rishimiz mumkin.
Халықаралық конференция шеңберінде этно-мәдени бағыттағы іс-шаралар да ұйымдастырылды. Сергей Қожамқұлов атындағы Қазақ музыкалық драма театры сахнасында түркі әлемінің үні саналатын Тұран этнофольклорлық ансамблінің кеші өтті. 2008 жылы құрылған ұжым бүгінде әлемнің 122 қаласында 3000-нан астам жеке концерт берген. Қазақтың ұлттық аспаптарын заманауи үлгіде үйлестіре орындаған туындылары жезқазғандық көрермендерді ерекше әсерге бөледі. Мне негізгі бағытымыз осы қазақ халқының ұлттық өнерін, музыкасын әлем халықтарына насихаттау, дәріптеу, жастардың бойындағы осы ұлттық құндылықтарды, рухани байлықты арттыру дегендей. Ансамбльдің құрамында 5 жігіт бар, барлығы мульти-аспапшылар. Біздің репертуарымызда бірнеше жоба бар, сол жобаның негізінде шығарылған Әзірбайжан халқының, өзбек халқының, қырғыз, татар, сондай-ақ жаңағы саха елдерінің дәстүрлі музыкалық туындылары, танымал туындылары біздің репертуардан орын алған. Ансамбль өнерпаздары 40-қа жуық ұлттық аспапты ойнай алады. Тұранның қоржынында бірнеше күй табақ пен халықаралық жобалардың жүлдесі де бар. Мәдени шара конференцияға тың серпін беріп, түркі халықтарының ортақ құндылығын айшықтады. Біз Жезқазған жеріне, Ұлытау жеріне бірінші рет келіп отқан жоқпыз. Бұл жақта бірнеше рет концерт берген болатынбыз, алайда дәл осындай жеке концертімізді ешқашан өткізбеген екенбіз бұл жерде. Сондықтан да бүгінгі керемет бір кешті біз ерекше қылғымыз келді. Соңғы біздің жасаған жобамыз бар, Тамыр деген. Ол түркі халықтарының музыкасын біріктіретін үлкен жоба. Бүгін Жезқазған қаласына біз 40-тан аса аспап алып келдік. Түркі халықтарының сол аспаптардың барлығымен концерт береміз, Құдай қаласа. Конференция қатысушылары Ұлытау өңірінің тарихы мен мәдениетін тереңірек тану мақсатында Қазақстандағы ең маңызды тарихи нысандар Жошы хан, Домбауыл және Алаша хан кесенелерін арнайы аралады. Бұл экскурсия қазақ халқының тарихы мен рухани мұрасын жақыннан сезінуге мүмкіндік берді. Бүгінгі күні алыс жақын шетелдерден келген Әзербайжан, Түркістан, Қырғызстан, Ресей және де басқа да елдерден келген тарихшы ғалымдарымызды өңіріміздің өлкетану мұражайынан басқа тарихи мәдени жерлерімізге бүгін міне көрсетіп паш етіп жатырмыз. Ғылыми конференция жалпы бұл ғылыми танымдық конференцияның басты мақсаты бұл еліміздің тарихи мәдени мұраларын күллі әлемге, түркі әлеміне таныстыру, сонымен қатар жаңашылықтар әкелу. Қонақтар тарихи орындарды аралау кезінде ел тарихында үлкен рөл атқарған оқиғалар мен тұлғалар жайлы қызықты мәліметтерге қанықты. Экскурсоводтардың әңгімелері мен аңыздары, киелі жерлердің ерекше атмосферасы әрбір қатысушыға ерекше әсер қалдырды. Мен Қазақстанның көптеген аймақтарында болдым, бірақ Жезқазғанға алғаш рет келіп отырмын. Әрқашан айтамын, егер халық өткенін білмесе, болашағы да болмайды. Сондықтан тарихты сақтау, зерттеу және оны келер ұрпаққа жеткізу бәріміздің міндетіміз. Осы тұрғыдан бүгінгі күннің маңызы зор болды. Бұл күн түркі халықтар арасындағы ынтымақтастық пен тәжірибе алмасуға да айрықша шабыт сыйлап, жаңа жобаларға жол ашты. Конференцияның екінші күні 13-14 ғасырлардағы түркі әлемінің музыкалық фольклорлық мұрасы мен рухани құндылықтары, күйші сазгер Кетбұқа бидің тарихи мәдени мұрасы атты келелі кеңеспен түйінделді. Конференция делегаттары ұлық жырау Кетбұқа кезеңіндегі тарих әлі де зерделеуді қажет етеді дейді. Өз тақырыбым болғанда мынау Кетбұқа жырау абыз. Бұл кісінің ұлы дәстүрі даладағы өркениеттің сабақтастығы ретінде қарап отырмыз. Өйткені бұл Майқы биді, Кетбұға да, мысалы айтсақ, Майқы би таңбалы шұбар деген жерде тасқа таңбаларын бастырып Алаша ханды көтерсе, Жошы ханның бас абызы Кетбұқа болып жүрген. Бұл кісілер
бізді Алтын Орда тарихымен жалғастырып тұрған алтын шынжыр. Конференцияда жалпы саны 20-дан астам ғылыми баяндама тыңдалды. Қырғыз елінен келген делегация қазақ пен қырғыздың тасқа жазылған тарихында ұқсастықтар көп деген пікірде. Олар оны зерттеу мақсатындағы бірқатар жобаларды бірлесе қолға алуға дайын екендіктерін жеткізді. Біз Бишкек Қырғызстандан біздің қазақ бауырдашыбыз ошондодагы жер ортасы жезказганга, эл ордосу жезказганга келип отурабыз. Бул жердин өзүнүн тарыхый жагдайлары, тарыхый эстеликтери, байыркы бир коомдордоку биздин түп аталарыбыздын кыргыз казактыкы окшош, ушул жерде бейиттери, эстеликтери, ушул доорлордун, мезгилдердин жаңырыгын кагып турат. Биз ошонун баарын көрдүк, аралап келдик, Сарыарканы аралап келдик. Бул Манаста дагы айтылат, баягы Сарыарканы жайлаган, сан жылкысын айдаган Айдарканын эргөкчөсү жөнүндө айтылат, Буудайык жөнүндө айтылат. Сарыарка, Жаңарка деп бардыгын аралап келдик. Бул эми биздин бир кандайдыр бир сагынууну мындай чакырды да өзүнө. Ұлытау аймағында республикалық маңызға ие 12, жергілікті маңызы бар 500-ге жуық көне ескерткіш сақталған. Қатысушылар бай тарихты бағамдауды көздейтін жұмыстарды жалғастыра бермек ниетте. Конференция соңында Кетбұқа бидің туғанына 840 жыл толуына орай өткізілген республикалық мүшайраның жүлдегерлері марапатталды. Аталған жыр додасында астаналық Көкбөрі Мүбәрәк топ жарды. Айта кетейік, конференция қонақтары бүгін Ұлытау ауданының тарихи жерлеріне сапар шекті. Мұқағали Сейітқазы, Айдана Базарбайқызы, Думан Оразов, Айдос Өмірбекұлы, Максим Даренский, Ұлытау телеарнасы. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай, қорытынды жаңалықтарда қайта жүздескенше.